2009 жылдан бастап менің әкем осы Алматы мемлекеттік табиғи қорығында мемлекеттік инспектор болып жұмыс атқарады. Былай айтқанда, менің балалық шағым осы жерде өткен. Қазіргі таңда мен осы Алматы мемлекеттік табиғи қорығында орман өртін сөндіру станциясының басшысы болып жұмыс атқарамын. Осы салаға келуім бірден бір себепшісі менің әкем. Мен осында осы қорық аумағындағы қызметтік кордонда 5-ші кордонда жанұяммен тұрып жатырмын. Менің міндетім белгіленген аумақты қарау, осы табиғаттағы жан-жануарлар, аң құстарды бақылау, өрт болдырмау, аң атқызбау, ағаш кескізбеу. Қазбада мына жерде ота-тұзақ бар. Ота-тұзақ тексереміз әзір. Енді мына ота-тұзаққа не түсті екен көрейік. Мынаған қара марал түсіпті. Елдар, тұмартқа түсіріп алайық. Мына жерде бір маралдың ізі ме екен? Менің ізі бар ғой. Мен еңбек жолында 2004 жылы Алматы мемлекеттік табиғи қорығында ғылым ақпарат бөлімінің зертханашысы жұмысынан бастадым да, қазіргі таңда экология ағарту бөлімі маманымын. Енді ұлым мен қызым осы салада әулетімізбен менің артымнан өкше басар болып істеп келе жатсыңдар. Әлгі үйренде жирен дейді ғой, үйренгеннің үстіне үйрене беріңдер. Биік белестерден көргендеріме мен қуанышты боламын әрқашан. Сол енді табиғатты сүйе біліңдер, қадірлеңдер.